Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бір жасағаннан өте керемет әрі дәмді болып шығатын қаттамаларды бірге жасайтын боламыз. Қаттамалары дұрыс шықпайтын жандар үшін арнайы кішігірім мастер-класс десем де болады. Ал ендеше видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет тұмар қаттамаларды бірге жасайық. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн, қарапайым су және де аздап тұз қажет болады. Қамыр илеген кезде өзімізге қолайлы болу үшін ұнымызды үлкендеу ыдысымызға салып аламыз. Тұзды суға қосып, жақсылап араластырып, ертіп аламыз. Кейіннен ұнымыздың ортасын ашып, суымызды құйып, қамырымызды илейтін боламыз. Бастапқыда қамыр мүлде бірікпейтін сияқты болып көрінуі мүмкін. Сондай жағдайда артық су қосып жібермеңіздер. Тек қолдарыңызбен жақсылап елесеңіздер, ақырында кішкене қаттылау, дәл осындай қамыр шығатын болады. Енді қамырларымызды теңге екі бөлікке бөліп аламыз. Егерде сіздерде дәл осындай таразы болатын болса, таразының көмегімен бірдей етіп бөліп алыңыздар, немесе көз шамамен шамалап екі бөлікке бөліп алыңыздар. Менде қамырлар 770 граммнан шықты. Енді осы қамырларымызды жақсылап zuалылап, целлофанға салып, тындыру үшін кемі 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Жақсылап тынған қамырымызды алып, ұн сеуіп отырып, жайып алатын боламыз. Барынша қолдарыңыздан келгенше жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Қамырдың тезірек жайылуы үшін осындай кішкене үлкендеу қалыпқа енген кезде жақсылап ұн сеуіп, екі шетін ортасына біріктіріп, дәл видеодағыдай жаятын болсаңыздар, қамырларыңыз тез әрі тегіс жайылатын болады. Қыздар, біз қамырымызды жұқа етіп жайып алдық. Енді үстінен ерітіп дайындап қойған сары майымызды құятын боламыз. Мейлінше сары майдың маргариннің болсын 60%-дан жоғарысын пайдаланғандарыңыз абзал. Енді қолымызбен жақсылап барлық жеріне тегістеп жағып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша осындай көк пияздарды қосып жасасаңыздар да болады. Әрине өз еріктеріңізде. Қарапайым ақ пиязды қосып жасасаңыздар да болады. Қандай салма салсаңыздар да барлығын бір тегіс етіп жайып, енді қамырларымызды орауға кірісеміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды тартып ораңыздар. Және де тығыз етіп орауға тырысыңыздар, қамырларыңыз бос болып қалмасын. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Мінекей қыздар, біз толықтай қамырларымызды орап алдық. Енді улитка сияқты қайта орап, кішкене майлары қатқанша тоңазытқышқа 5-10 минутқа салып алсақ болады. Немесе дәл осы қалпында қаттамаларымызды ары қарай жасай берсек те жарайды. Мінекей мен екінші қамырды да жұқа етіп жайып алдым. Бұған да дәл жаңағыдай ерітілген сары майымызды тегістеп жағып шығамыз. Мен екінші қамырға ешқандай да салма салмай, тек өзін орап жатырмын. Яғни бұл бізде классикалық қаттама болады. Дәл алдыңғы видеодағыдай тартып орауды ұмытпаңыздар. Егерде қаттаманы сіздер бірнеше күннен кейін жасайтын болсаңыздар болады. Дәл осылай орап, целлофанға салып. Неге қыздар, біз екі қамырымызды да дайындап алдық. Енді бөлмес алдын біз қамырларымыздың өзінің жалпы салмағын өлшеп алатын боламыз. Бізде классикалық қаттаманың қамыры 912 граммдай, ал салма салынған қаттамамыз 958 граммдай шықты. Енді қаттамаларымызды бөліп алатын боламыз. Жалпы бір zuаладан бізде 5 қаттамадай шығу керек. Классикалық қаттамаларымыздың салмағы шамамен 180-185 грамм аралығында болады. Барлығын толықтай бөліп алғаннан кейін осылай қаттамамызды дөңгелек етуге көшетін боламыз. Дәл видеодағыдай етіп, кішкене бұрап отырып, қаттамамызды дөңгелектеп алатын боламыз. Яғни кішкене zuалылар жасап аламыз. Енді қамырларымыз қайысып қалмас үшін бірден осылай целлофанға кішкене бөліктерімізді салып алатын боламыз. Аузын жауып, кішкене тындырып қоямыз.
Енді ішіне пияз салып жасалынған қамырымызды бөліп алатын боламыз. Жаңа айтып өткендей, бізде бір зола қамырдан 5 дана қаттама шығу керек. Енді бұл қамырымыздың салмағы кішкене көптеу болғандықтан 190-185 грамм аралығында бөліп алатын боламыз. Қамырларды өлшеп бөлу барысында осындай майда кусоктарға бөлініп кететін болса, дәл видеодағыдай барлығын бір түзудің бойымен жинап алатын боламыз. Дөңгелекшелерімізді жасап, салафанға салып, кішкене тындырып аламыз. Қамырларымыз тынғанша қаттаманы жаятын ұнымызды дайындаймыз. Мұнда менде ұн және де картоп крахмалы, кез келген крахмал жарайды. Жүгері крахмалы болсын, картоп крахмалы болсын, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Қарапайым ұнмен жайылған қаттамаға қарағанда, крахмал қосылған ұнмен жайылған қаттама қытырлақ, әдемі болып шығады. Енді қаттамаларымызды қатты жұқа немесе қатты қалың қылмай, орташа көлемде жайып алатын боламыз. Қыздар, енді дәл осы кезде сіздерге қаттаманы дұрыс қатыру жолымен бөлісе кетейін. Қамырымызды толықтай жайып алғаннан кейін осындай целлофанды алып, ішіне қаттамамызды салып, бір тегіс етіп орналастырып алатын боламыз. Енді қаттаманың дұрыс тегіс қатуы үшін осындай арнайы тақтайға немесе тәрелкенің үстіне қойып, мұздатқышқа жіберіп, қатырып алатын боламыз. Қыздар, қаттамаларды дәл осылай қатырып дайындап қоятын болсаңыздар, кез келген уақытта алып, пісіріп жей беретін боласыздар. Қараңыздаршы, бізде екінші ішіне салма салып жасалынған қаттамамыз қандай әдемі болып шыққан. Бұл қаттаманы да дәл жаңағыдай салафанға салып, тегіс жерге қойып, қатыруға жіберетін боламыз. Қыздар, байқаған болсаңыздар, бізде крахмал қосылған ұнымыз көп кетіп жатқан жоқ. Жаяр алдын осылай бір батырып аламыз да, дәл осы қалыппен жайып шығамыз. Басқа артық ұн пайдаланып жатқан жоқпыз. Сондықтан мейлінше крахмал қосылған ұнды пайдаланғандарыңыз абзал. Неге дәл осылай жайып, қаттамамызды енді ары қарай пісіре берсек те болады. Ең алдымен табамызды қыздырып, 3 ас қасық шамасында сұйық майымызды құйып, майды табаның барлық жеріне тегізіп аламыз да, жақсы қызғаннан кейін үстінен қаттамамызды саламыз. Екі жағынан аударып отырып, қаттаманы пісіріп алатын боламыз. Арасында бір шеті кішкене қызара бастаған кезде келесі бетіне аударып отырып пісіріңіздер, сонда аралары толықтай пісетін болады. Қараңыздаршы, біздің қаттамаларымыз қандай әдемі болып пісіп шықты. Екі жағда жақсы қызарды, өте қытырлақ, керемет болып шықты. Келесі қаттаманы пісірер кезде де дәл солай табамызға май құйып, барлық жағына тигізіп, кішкене айналдырып отырып, екі жағынан аударып отырып пісіріп алатын боламыз. Қыздар, сіздерге тағы бір нәрсені айта кетейін. Дәл осы қаттамаларды тек өздеріңізге ғана жасап қоймай, дәл осылай пісіріп, сіздер басқаларға сату арқылы табыс та таба аласыздар. Мен сіздерге толықтай қаншадан сату керек, қалай болады, оның барлығын толықтай описаниеге жазып кетейін. Сол жерден оқып алыңыздар міндетті түрде. Қараңыздар, біздің пияз қосылған қаттамамызда өте әдемі болып пісіп шықты. Қыздар, негізінен мен мүлде қаттама жасай алмайтынмын. Бірақ дәл осы рецептпен менде бір жасағаннан осындай қытырлақ, әдемі әрі дәмді болып шықты. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Рецепт сіздерге де ұнайды, сіздердің де көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Отбасыларыңызға жасап, керемет етіп шай ішіңіздер. Ас болсын.